Бүгінгі сабақта әдебиеттік оқудан өтетін тақырыбымыз көлде. Сен бүгін өз ойыңды көрген сөзбен жеткізесің. Оқулығымыздың 97-ші бетіндегі көл жағасында өлеңіне назар аударайық. Өлеңді тыңда. Тау етегі көк кілем, балауса раң шөп кілең. Өзен бойын жағалай өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін ақ, шөлдеп қапты қозылақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезік ап. Қашпа үйректер сезік ап, тимейді ғой қозылақ. Бұл өлеңде балалар көлдің жағасында ойнап жүрген қозылақтар туралы, өсімдіктер туралы, үйректер туралы айтылған. Және де мына жердегі сөздерге назар аударайық. Раң шөптің аты, кілең барлығы түгелдей деген мағынаны білдіреді. Қоғажай орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс күннің төбеге келген кезін айтамыз. Балалар, келесі оқулығымыздың 98-ші бетіндегі көлде мәтініне назар аударайық. Мәтінді тыңда. Көлде күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғы түрі кең пейіл дүние шыққа малынып маужырап тұр. Бармақ басындай қара аралар үлбіреген гүлдерге қонып бал жинап жүр. Ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер. Көлде көп. Көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу, қаз су бетіне түскен сәулелерімен сұлулық салыстырып, сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп, көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады тойды, су ішті қанды, енді қамысты, томарлы көлдердегі ұялары еске түсті, қайта ұшып кетті. Балалар, бұл мәтінде аққу қаздың ұшып келіп, сырласып отқаны айтылған. Және де көлге қарап, өз сұлулықтарына сүйсінген туралы айтылып жатыр. Енді мына суреттерге назар аударайық. Бұл жерде көл жағасындағы өлеңі мен көлде мәтіні беріліп тұр. Бұл суреттерде қандай байланыс пен айырмашылықты көріп тұрсыңдар? Бұл тақырыптардың байланысы екеуінде де, өлеңде де, мәтінде де көл туралы айтылған. Ал айырмашылығы көл жағасында өлеңмен беріліп тұр, көлде мәтін арқылы беріліп тұр сіздерге. Келесі сіздерге тапсырма. Мына жоспарға сүйеніп мәтін құрастырамыз. Көлде деген тақырыпқа жоспар: бірінші, көл жағасындағы өсімдіктер туралы жазасыздар. Екінші, көлдегі тіршілік туралы жазамыз. Үшінші, көлдің пайдасы туралы жазамыз. Дескриптор: мәтіннің мазмұнын жоспарға сәйкес жазады. Мәтінде көркем сөздерді қолданады. Сөздерді, сөйлемдерді қатесіз жазады. Сіздерге сәттілік тілеймін, балалар.